Жақында Марғұлан Сейсенбаев Орда арнасына сұхбат берді. Сол сұхбатында 2008-2010 жылдар аралығында Альянс банк, Казком және БТА банктерін қалай тартып алмақшы болғандығын баяндап берді. Марғұлан Сейсенбаев сол кездері Альянс банкті басқарып отырған. Марғұланның айтуынша, ол кезде Қазақстанда 36 банк болған екен. Ең бірінші орында Казком, екінші орында БТА банк, үшінші Альянс болды. Ал Халық банк төртінші орында болған екен. Осы төрт банк Марғұланның сөзінше нарықтың 82%-ын бақылап отырған. Қалған 32 банк нарықтың 18%-ын ғана қараған. Яғни іс жүзіне келгенде Қазақстанның банк жүйесі 4 банктен ғана құралған екен. Марғұланның айтуынша, Назарбаевтар жанұясының құзыретінен тыс алғашқы 3 банктың осыншама көлемдегі қаражаты Назарбаевтар отбасына белгілі бір саяси қауіп төндірді. Сол кездері Кәрім Мәсімов Александр Мирчев есімді америкалық бизнесменді Назарбаевқа кеңесші ретінде таныстырған болатын. Марғұланның айтуынша, сол кісі Назарбаевқа белгілі бір бағдарлама құрып берген. Сол бағдарлама кейінірек Суперхан деп аталып кетіпті. Осы бағдарламада ұлттық буржуазияны бағындырып алу керек дегендей бір тармақ болған екен. Марғұланның айтуынша, көп адамдар Назарбаев тойымсыз адам, оның байлығы бірнеше ұрпағына жетпейді емес пе, неге ол тартып ала береді деп айтып жатады. Бұл қарапайым адамдардың ойлауы. Негізінде Марғұланның айтуынша, билікте отырған адам басқаша ойлайды. Әрбір маған тиесілі емес доллар менің жауымдікі деп пайымдайды екен. Сондықтан да қаражат ағымдарын бақылау Назарбаевқа өз басы үшін тұтынуға немесе Дубайда вилла сатып алу үшін маңызды болған жоқ. Бұл жердегі басты мәселе жауларының күшейіп кетпеуін болдырмау еді. Сондықтан олар ұлттық буржуазияны әлсіздендіру, банк жүйесін құлату бағдарламасын іске асыруға кіріскен екен. Марғұланның айтуынша, қалған олигархтар бағынышты болатын. Дәл осы уақытта 2008 жылы әлемдік дағдарыс болып қалды. Бұл Назарбаев үшін ыңғайлы сылтау болды. Басында Назарбаев пен Мәсімов екеуі біздің банктерімізді қолдаймыз, бізге қарсы фондтарды жазалау үшін біздің банктердің облигацияларын шетел нарықтарында сатып аламыз деп шыққан еді. 2008 жылы Англия банкі олардың ең ірі банкін мемлекет меншігіне енгізді. Сосын Исландия банкі мемлекеттендіруді жүргізді. Осыдан барып, Марғұланның айтуынша, Назарбаев банктерді мемлекеттендіру деген желеуді қолдануға болатынын түсінген. Марғұланның ойынша, сол кездегі дағдарыстан банктер мемлекеттің көмегінсіз ақ шыға алатын жағдайда болатын. Өзінің Орда басылымына берген бір сұхбаттарында Әбіләзов жағдайының қазіргідей болуының себебі Назарбаевқа банктың акцияларының бақылау пакетін беруге үзілді-кесілді бас тартқан жалғыз адам екендігін айтқан. Сондықтан да ол қарсыласып осы нәтижеге жетіп отыр екен. Оны Марғұлан да мойындап отыр. Ал Казкоммерцбанктың құрушысы Нұржан Суханбердин болса, қарсылық білдірмей бірден келісімін берген екен. Оның жағдайы ең жеңіл болды. Марғұлан болса, қарсыласпаймын, бірақ белгілі бір бөлігі менде қалу керек деп айтыпты. 2008 жылы қазан айында Марғұлан Сейсенбаев Нұржан Суханбердин БТА банкінің басқарма төрағасы Солочник Роман мен Халық банкінің директорлар кеңесінің төрағасы Александр Павловты Астанаға шақыртыпты. Оларды сол кездегі премьер-министр болған Кәрім Мәсімовқа апарған екен. Оларға бір-бірімен сөйлесуге тиым салған. Төртеуін дәлізге жинап, кабинетке кезек-кезек шақыртқан. Үстел басында Мәсімов, қаржы министрі Жәмішев, регулятор Бахмутова, ұлттық банк төрағасы Анвар Сейдинов болған екен. Мәсімов бірден Марғұланға банктың 67%-ын мемлекетке беру керек деп айтыпты. Жоғарыға көрсетіп, бұл соның бұйрығы депті. Марғұлан келіспесем не болады деген сөзіне, онда білесің ғой, қылмыстық істер, ары қарай тағы басқа. Содан Марғұлан кейбір түсіндірмелерді алға тартып келісіпті. 2 айдан кейін оған хабарласып, 67% емес, 75%-ды бер деп айтқан. Одан соң ақпан айында банк менеджері ретінде Мақсат Қабышевті орнатқан. Мақсат Қабашев келе сала Альянс банкті қаржы полициясы тексеруге кіріскен екен. Прокуратураның анықтамасы бойынша Мақсат Қабашев Марғұлан Сейсенбаевқа қарсы қылмыстық іс қозғауға 226 арыз жазған екен. Маусым айында Марғұлан Дубайға ұшып кеткен. Марғұланға қарсы 7 қылмыстық іс қозғаған. Оған қоса көптеген юрисдикцияларға Марғұланға қарсы сотқа беріпті. Марғұланның Лондонда, Люксембургте, Лихтенштейн мен Дубайда сот істері болған. Оған барлық жерде іздестіру болған екен. Марғұлан саясатқа кірмегендіктен оның жағдайы Әбіләзовтан жеңіл болды. Сөзінше 2010 жылы оған Астанадан хабарласып, бізге қарсы сотқа бермесең және бізбен күреспесең, сенің қылмыстық істеріңнен саяси қысымды алып тастаймыз деген екен. Бірақ заң жүзінде кінәсіз екеніңді өзің дәлелдейсің деп қосқан. Яғни, егер Марғұлан кінәлі деп табылса, түрмеге отырар еді. Ал егер оны ақтаса, оған қысым жасалмайды. Сөйтіп Марғұлан шетелдерде сот істерін бітіріп Қазақстанға келіп соттасады. Ақырында оған 2 жыл шартты түрде кесілген.
кейін ол президенттің рақымшылығына ілініпті.